Сәлем достар. Бүгін мен сіздермен бір күшті лайфхакпен бөлісейін дедім. Мына сабын туралы. Бұл ұзын осындай сабын еді. Мен бөліп қойған бұны. Осы сабында жақында ютубтан бір қыздан көрдім. Кроссовкасын жуып жатыр. Прям осыны алып, кәдімгі щеткамен жақсылап жуып жатыр. Міне. Сондай қап-қара мындай сызық нелердің барлығы кетпей тұрған, қанша жуылса да. Мен соны өзім жуып тазалап көрдім. Көріп тұрғандарыңыздай аппақ, прям тап-таза болып қалды. Күшті тазалайды екен мені. Аппақ болып қалады екен. Сіздерде жуып тазалап көрулеріңізге кеңес беремін. До, но менде после. Мына сабын кәдімгі любой бір ескі зубной щеткамен жуа бересіздер. Тап-таза осындай аппақ болып шығады.